Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, армысыздар, достар. Бір күн кішкене қол босамай қалды. Филфактың қырандары деген бір өзіміз достарымыз бар. Біраз жігітпіз. Енді көп емеспіз. Филфакта қырандар көп болмайды. Жалпы қырандар көп болмайды ғой, білесіздер ғой. Қыран болғаннан кейін өзі санаулы болады. Сол бір күн ары-бері кездесіп, сол жігіттермен қол тимей енді ғана мінекей ортаға шығып жатырмын. Өткенде Қаратай нағашыңыздың әңгімесінен айтсаңызшы деген ұсыныс болған. Айтамын деп мен уәде бергем. Айтыңыз, шешінген судан тайынбас, енді бастаңыз деген комментарийлер жазылған. Сондықтан Қаратай нағашымның әңгімелерінен жіберейін деп тұрмын. Қаратай нағашымның өзі бір еңсегей бойлы, ер мінезді, бойшаң келген, бойшаңдығына қосымша сүйегі ірі, екі иығына екі кісі мінгендей, жауырыны қақпақтай, қолдары тоқпақтай кәдімгі ірі денелі кісі. Өзі кузняда жұмыс істейді. Енді түсіне бастаған шығарсыздар. Жаңағыдай денемен қаяқта істейді басқа? Кузняда істейді. Кузняның ішін ғыж-ғыж қайнатып, қыстың күні отыр екен, нағашым барып қалдым. Шайды бүлкілдетіп, бері қара қою шайды қойып қойған. Ауызға насыбайды тастап қойып, нағашым көріктен бұрқ еткізіп, темірді суырып алып, білеудей темірді. Банау балғаны бір ұстап көргем әдейі, сынап. 5-6 килограмм шығатын балғаны. Соны бір кішкентай бір ойыншық балғаны ұстап, ұрғандай қылып, темірді ұрып бастап. Ай, жен, деді. Мен бір қызық әңгіме айтып берейін саған, келіп қалған екенсің, деді. Менің бір досымның әңгімесін айтайын саған, деді. Менің бір досым өзі көп жолға шығып кетіп жұмыс істейтін досым еді. Үйіне келіп жұмыстан жаңағы бала шағасын сағынған, анау үйдегі жеңшеңде тірлігі бар. Содан кешті зорға батырып, кешке деген анау жеңшең бір ой өкіртіп, қазы қартадан салып, жалжаядан салып, қамырауға тасқан екен. Қамырауқатты жеп алып, пештің түбінде, ыстық пештің түбінде ойы бұзылып отырып, сыртқа жеңшең шығып кеткен кезде артынан шығыпты да. Бүгін қанша күн жол жүріп келдім деп жаңағы ана әңгімені сөйлескен ғой, бәріңіз түсініп отырсыздар ғой, енді айтпай-ақ қояйын мына жерде. Кішкене балдар көріп отырады кей кезде. Десе, балдар жатқасын депті, ана кісі де көп сөйлемейтін кісі екен жеңшем. Онда мен балдар жатқан кезде тұмақты лақтырамын, сен жағы ұйықтаса қайтармай-ақ қой. Ұйықтамаған болса қайтып тұмақты қайтып лақтыруға керек болады деп келісім бәрін тас қылып, переговорды бітіріп, бәріміз жатып қалдық дейді. Сол күні ерте жатты бала шаға дейді. Сонымен бәрі жатып қалған. Қаратай нағашым шырт түкіріп қойып әңгімені ары қарай жалғастырады. Содан жаңа досым аяғы жақпен еңбектеп барып, жаңағы Путин айтпақшы, движуханы бастаған ғой. Путиннің бір сөзі бар ғой. Когда все тихо, все стабильно, скучно. И мы начинаем СВО. Война. Движуха дейді ғой. Сол движуханы бастаған ғой. Содан соғыс басталып кеткен. Бір кезде жаңағы түртет дейді жаңағы. Қарасайшы жаңағы бала ояу ғой деп. Қараса бір 3 жасар, 4 жасар ең кенже баласы түсінбей ұйқылы ояу отырып алып қарап отыр екен. Қойшы, кішкентай бала ғой деп жаңағы соғысты ары қарай жалғастырып. Бір кезде ар жағынан бір дауыстар шығады дейді. Ей, жатып көрсей, құртасын ғой бәрін. Бәріміз жатып көріп жатырмыз ғой, оңбаған-ау. Сөйтсе, анау 7-8 баласы бар кісі екен. Ананың барлығы бір қырымен жаңа соғысып отқан жаққа қарап жатып алған ғой. Бәрі көріп жатыр екен ғой жаңағы соғысты.
Біз қазірде бәріміз Украинаға қарап отырмыз ғой. Украина жаққа қарап отырмыз ғой. Не болар екен, не қояр екен деп. Сондықтан соғысты бастар алдында ситуация қандай бәрін көріп алу керек. Тымақты да абайлаңыз, лақтырам деп басқа жерге барып түспесін. Ол да жаңағы соғыстың бір бомбасы ғой. Осындай Қаратай ағам осындай әңгімені бастап, өзі шексілесі қалып, кеңкілдеп күлгенде, анау дәу еңсегей бойлы, ірі дене селкілдеп күлгенде, ана қолындағы 5-6 кило балға маған қарап ұшып кете ме деп қорқасың ана жерде. Керемет. Осылай Қаратай нағашымның айтқан әңгімелері басталды, жігіттер. Қатысып, ойларыңызды айтып, сіздердің ауылдарыңызда да, сіздер жүрген елдерде де осындай жақсы әңгіме айтатын кісілер әңгіме айтқан, сол әңгімеден жазып отырыңыздар. Бойға қуат берсін. Мынау ойға жаңағы дәру берсін. Ойланатын мүмкіндік берсін ары қарай. Давайте.